Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен нағыз аптап ыстықта шөліңізді басатын ерекше қарбыздан жасалынатын мохитоның рецептісімен бөліспекшімін. Баршаңызға белгілі, дәл қазір еліміздің түкпір-түкпірінде қарбыздың сезоны болып жатыр. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Ал достар, ең әуелі қарбызымызды жақсылап жуып алып, сыртын тазартып, ішіндегі етін бөлшектерге бөліп, блендерден өткізуге дайындап алатын боламыз. Алдын ала бөлшектерге бөліп алған қарбызымызды блендерге салып, жақсылап соғы бөлінгенше араластыратын боламыз. Толығымен суы бөлініп шыққан қарбызымызды арнайы ыдысқа ситаның көмегімен құрамындағы суын сүзіп алатын боламыз. Ситадан өткізген кезде қасықпенен біршама қозғаймыз, себебі құрамындағы еттері ситаның тесіктерін жауып қалады. Қарбызымыздың соғын бөліп алған соң, 2 лимонды ортасынан бөліп, жеке ыдысқа жақсылап оның да соғын бойынан бөліп алатын боламыз. Осы сығып алынған соғымыздың үстінен шамамен 2 ас қасық немесе 3 ас қасықтай қант қосып, жақсылап араластырып, бөліп алынған қарбыздың соғының үстінен қосатын боламыз. Лимон суын құйып жақсылап араластырып алған соң, үстінен шамамен 300 мл сарыағаш немесе салқын су құйып, тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Ал достар, осымен жаздың аптап ыстығында шөліңізді басатын, қонаққа ұсынсаңыз да, бала-шағаңызға жасап берсеңіз де ерекше сусын болатын қарбыздан жасалынған мохитоларымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз.